Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жүрген пирогтардың бірі тары талқан қосылған нағыз қазақи чизкейк жасайтын боламыз. Алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Дәл осы пирогты жасап сәрлікке жейтін болсаңыздар, күні бойы тоқ ұстайды. Өте тойымды пирогтардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап жеп көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен жақсылап жуып, тазартылған тарының үстіне сүт құйып, микротолқынды пештің орташа жылытатын жерінде 2-3 минуттай қоямыз. 2-3 минуттан кейін бізде осындай сүті кішкене тартылып бастайды. Енді осы тарыны бұқтырып, қалған заттарымызды дайындағанша демалдырып бұқтырып қоямыз. Енді қамырын жасау үшін бізге талқан және дәл осындай печенье керек болады. Үгілмелі бөліктерге бөліп, осындай блендердің көмегімен ұнтақтап аламыз. Немесе мешокқа салып, буықтаудың көмегімен ұнтақтап алсаңыздар да болады. Мінекей печеньемізді ұнтақтап алдық. Енді таза құрғақ ыдысымызға салып, талқанмен бірге біріктіреміз. Сонан соң ерітілген сармай және қантты салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай күйде болу керек. Енді алдын ала дайындап қойған формамызға жайғастыратын боламыз. Менде форманың диаметрі 22, астына пергамент қағазын қойып дайындап алдым. Енді жаңағы дайындап қойған массамыздың жарты бөлігін салып, толықтай астына басып отырып жайғастыратын боламыз. Астыңғы бөлігін көріп тұрғандарыңыздай қаттырақ басып жайғастырып алдық. Енді қалған бөлігін салып, бортиктарын шығаратын боламыз. Лопатканың көмегімен немесе қолыңызбен жақсылап бортиктарында түсіп кетпейтіндей етіп басып шығамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай формамызға әдемі етіп жайғастырып алдық. Мен қолыммен басып, лопатканың көмегімен әдемілеп тегістеп алдым. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына творожный сыр, қант, жұмыртқа және қаймақты салып, лопатканың көмегімен жақсылап басып араластырамыз. Негізгі оригинал рецептісінде қаймақ емес сливки қосылады. Мен қаймақ қосып жасап көрсетейін деп шештім. Бізде творожный сырымыз кішкене қаттылау болғандықтан осындай іртік болып қалады. Осындай погружной блендердің көмегімен кішкене ғана езіп жіберсеңіздер біркелкі масса болады. Көп араластыруға болмайды, кішкене ғана араластырсаңыздар болады. Енді біз бағана дайындап қойған тарымызды қосатын боламыз. Егерде құрамында кішкене сүт болатын болса, ситаның көмегімен құрғақ күйінде қоссаңыздар дұрыс болады. Тарымызды қосып, лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді алдын ала дайындап қойған талқанымыздың ішіне салып жайғастыратын боламыз. Салмамызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз. Сонан соң пешімізді 100 градусқа қосып, 1 сағат бойы пісіреміз. Мінекей біздің чизкейгіміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шықты. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде бөлме температурасында 2 сағатқа қойып, сонан соң холодильникке тағы 2-3 сағатқа қойып алсаңыздар, формасын өте жақсы ұстайтын, дәмі де өте керемет болып шығады. Жеуіңізге де ыңғайлы, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.